Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті көрермендері. Ресми ақпараттарды әрдайым біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін баса кетіңіз. 20 минут жұмыс 60 мың теңгеден артық табыс. WhatsApp'та фейк жарнама тарады. WhatsApp мессенджерінде қазақстандықтарға күніне 20 минут жұмыс істеп, 60 мың теңгеден артық табыс табу ұсынылып жатыр. Хабарламада телефонмен сөйлесу қажет. Ол үшін ерекше дағдылар қажет емес делінген. Stopfak қызы порталы мұндай хабарламаларға сенбеуді ұсынды, деп хабарлады Массагет қызы тілшісі. Матинге қызығушылық танытқандарға бос жұмыс орындары жазылған сілтеме берілген. Ол арқылы WhatsApp мессенджеріндегі чат ашылады. Әңгімелесушінің аты Wilson & Sons деп көрсетілген. Әлемде осылай аталатын компаниялар көп. Желіде Wilson & Sons деп аталатын құрылыс фирмалары, жиһаз компаниялары және басқа кәсіпорындар табылды. Компаниялардың ресми сайттарында және әлеуметтік желілердегі парақшаларында олардың Қазақстанда қашықтан жұмыс істеуге адам жалдайтыны туралы айтылмаған, делінген хабарламада. Сондай-ақ желіде WhatsApp арқылы ұсынылатын жұмыс орындары туралы мәлімет көп. Мамырда осындай хабарламалар Ресей пайдаланушыларына жіберілген. Оларда бірнеше сағаттың ішінде қомақты пайда табу ұсынылған. Бұқаралық ақпараттық құралдары мұндай ұсыныстар алаяқтардың ісі деп хабарлады. Адам бос жұмыс орнына қызығушылық танытса, белгілі ресурстарға тіркелуі тиіс. Ол үшін алаяқтарға қолжетімді арнайы нысандарға жеке деректерді енгізу қажет. Осылайша олар жәбірленушінің шоттарындағы ақшаны емдеуге болатын жеке ақпаратты алады. Нәтижесінде адамдар ақша табу мүмкіндігін болмайды, және олар ақшаларынан айырылып қалуы ықтимал. Демек, жұмыс туралы мұндай ұсыныстарға сену қауіпті. Көп жағдайда мұндай жарнамалар фейк және алаяқтық болып табылады, делінген портал жазбасында. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.